Сәлем достар, бүгін мен сіздерге үй жағдайында дайындауға болатын донердің рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керекті заттар олар: тауық еті, картоп, қызанақ, қияр және лаваш. Алдымен тауық етін жақсылап майда бөлшектерге бөліп тураймыз. Картоптарымызды да видеодағыдай барлығын турап аламыз. Келесі кезекте кастрөлімізге сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып, үстіне картоптарымызды салып, қызарғанға дейін қуырып аламыз. Келесі кезекте табамызға сұйық май құйып, оны да қыздырып, тауық еттерін салып, жақсылап араластырып, екі жағында қуыртып аламыз. Келесі кезекте дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, 10-15 минутқа жай отқа пісіріп аламыз. Тауық еті пісем дегенше қияр және қызанақтарымызды жақсылап турап дайындап қоямыз. Келесі кезекте донерімізді жинақтаймыз. Дәл видеодағыдай алдымен майонез бен кетчупымызды жағып алғаннан кейін үстіне фри өз қалауларыңыз бойынша барлығын біртіндеп жинақтап шығамыз. Барлық салмасын салып болғаннан кейін жақсылап орап, қызып тұрған табада екі жағын қызартып аламыз. Осымен біздің үй жағдайында дайындауға болатын донеріміз дайын. Дәмі өте керемет болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және де менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.